Келесі 11-ші есеп функцияның туындысының x0 нүктесіндегі мәнін табыңыз дейді. Алдымен осы функцияның туындысын табайық. y' тең 2x-ның туындысы x квадраттың туындысы бізде 2x қосылған түбірасында 2x қосылған 5-дің туындысы, ол бізде 1 бөлінген 2 түбірасында 2x қосылған 5 көбейтілген осы 2x қосылған 5-дің туындысы. Азайтылған түбірасында 7. Константаның туындысы бізде 0-ге тең. Келесі бізде 2x қосылған 2x қосылған 5-дің туындысы 2-ге тең. Бөлінген 2 түбірасында 2x қосылған 5. 2 мен 2 қысқарады. Мына жерде 1 қалады. Келесі x0 нүктесіне. x0 бізде -2-ге тең ғой. y' -2-ні табу керек бізге. Яғни x-ның орнына біз жай ғана -2-ні қоя саламыз. 2 көбейтілген -2 қосылған 1 бөлінген түбірасында 2 көбейтілген -2 қосылған 5. 2-ні -2-ге көбейтетін болсақ, бізде -4 шығады. Қосылған 1 бөлінген. Мына жерде -4 шығады, 5-ге қоссақ 1 болады. Түбірасында 1. Ол 1-ге тең. 1 бөлінген 1-міздің өзі 1-ге тең. Жалпы өрнек -3-ге тең. Келесі теңсіздікті шешіңіз. Алдымен не істейміз? 2x - 9-ды 0-ге теңестіреміз. 2x бізде 9-ға тең. X бізде 9 бөлінген 2 немесе 4,5-ге тең. Не істейміз? Сан сәулесін сызамыз. 4,5 плюс минус бізде үлкен деп тұр берілгенде, олай болса плюс белгілейміз. Яғни 4,5-тен плюс шексіздікке дейін. Ол бізде А жауап екен. Келесі суреттегі үшбұрыштың ауданын табыңыз деген. Суретке қарайық. Суретте тік бұрышты үшбұрыш берілген. Оның бір сүйір бұрышы 30 градусқа тең. Екіншісі бізде нешеге тең? Біреуі 90 градусқа тең болса, жалпы үшбұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болса, 180 азайту 90 азайту 30. Ол бізде 60 градус. Гипотенузасы 8-ге тең. Бізде тік бұрышты үшбұрышта 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең дейді. Яғни 8-ді біз 2-ге бөлеміз. 4 болады. Келесі. Бізде 2 жол бар. Арасына бұрыш берілген. S тең 2/1 AB синус альфа арқылы тапсақ болады. Немесе қарама-қарсы жатқан катетті тапсақ болады. Сол арқылы оның аудан тапсақ болады. Біз былай істейік. Пифагор теоремасы бойынша қарама-қарсы жатқан катеттің формуласы x квадрат тең гипотенузаның квадраты азайтылған катеттің квадраты. X квадрат тең 64 азайтылған 16, x квадрат тең 48, x тең түбірасында 48, x тең 48 бізде 16 мен 3-тің көбейтіндісі, 16 бізде түбірасынан 4 болып шығады, 4 түбірасында 3 қалады. Келесі. Бізде тік бұрышты үшбұрышта ауданның формуласы 2 катеттердің көбейтіндісінің жартысына тең. Яғни 2/1 көбейтілген 4 көбейтілген 4 түбірасында 3. 4 пен 2 қысқарады, 2 қалады. Сол кезде бізде 8 түбірасында 3 қалады екен. Ол бізде С жауабы. Келесі 14-ші есеп, интегралды есептеңіз. Бізде EX-дің интегралы өзіне тең. Жалпы осы EX-дің интегралы да туындысы да EX-ге тең. Қосылған 2x
Оның интегралы бізде 2x көбейтілген ln 2-ге тең. Қосылған бірдің туындысы, бірдің интегралы бізде x-қа тең. Қосу с бар. Енді бұл бізде қай жауап? Бұл бізде Б жауап екен. Бізде 15-ші есепте конустың жасаушы 2-ге тең және табанымен 30 градус бұрыш жасап көлбеген дейді. Конустың табанының ауданын табыңыз. Конустың жасаушысы бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш. Осы бір катеті арқылы айналдырады. Айналдырған кезде бізде конус пайда болады. Осындай бір конус пайда болады. Енді жасаушысы 2-ге тең дейді. Осының гипотенузасы 2-ге тең, табанымен 30 градус бұрыш жасайды. 30 градус бұрыш жасайды. Конустың табанының ауданын табыңыз дейді. Енді табанның ауданын табу үшін бізге оның радиусының табу ғана жеткілікті. Ал оның радиусы бұл бізде мына бір катет. Енді 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең, 1-ге тең. Келесі, мына бір катетін x деп алатын болсақ, x квадрат бізде 2 квадрат азайтылған 1-ге тең, 1-дің квадратына тең. Осыдан x квадрат бізде 3-ге тең, x бізде түбір астында 3-ге тең. Яғни оның радиусы түбір астында 3-ге тең. Олай болса, жалпы конустың табанының ауданы, ол бізде шеңбер, табаны шеңбер, шеңбердің ауданы пи r квадрат. Яғни пи көбейтілген радиус бізде түбір асты 3-ге тең, түбір астың квадраты 3. Яғни 3π. Бұл бізде А жауап екен. Келесі 16-ші есеп, түйіндеуді шешіңіз дейді. Бізде логарифм негіздері 1, екеуінде негізі 2. Қосылған кезде олар не істейді? Олардың ішкі өрнегі көбейтіледі. Логарифм 2 негізі x қосылған 1 көбейтілген x қосылған 2 тең болады. Бірдің өзін біз логарифм 2 негізі 2 деп жазсақ болады. 2 негізі 2 себебі кез келген логарифмде негізі мен ішкі өрнегі тең болса, ол 1-ге тең. Осы жерде логарифм 2 негізіні қысқартамыз. Сол кезде x қосылған 1, x қосылған 2, 2-ге тең деген шығады. Енді жақшаны ашатын болсақ, бізде x-ті x-ке және 2-ге көбейтеміз, 1-ді x-ке және 2-ге көбейтеміз. Сол кезде x квадрат қосылған 2, x қосылған 2 тең 2-ге. Тура осы жерден біз 2-лерді қысқартып жіберсек болады. Келесі x-ті біріктірейік. x квадрат қосылған 3x тең 0-ге. x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x қосылған 3 тең 0-ге. x тең 0-ге, x қосылған 3 тең 0-ге, x бізде минус 3-ге тең. Енді бізде логарифмдегі ішкі өрнекке заңдылық бар. Біздің ішкі өрнегі, мысалы x қосылған 1-іміз міндетті түрде 0-ден үлкен болу керек. X бізде минус 1-ден үлкен болу керек. Екіншісі бізде x қосылған 2-іміз 0-ден үлкен болу керек. X бізде минус 2-ден үлкен болу керек. Осыдан біздің 0-іміз x 0-ге тең болған кезде 0 минус 1-ден де минус 2-ден де үлкен. Яғни бұл жауапты қанағаттандырады. Келесі x минус 3-іміз ол минус 1-ден кіші. Олай болса, ол бізде жауапты қанағаттандырмайды. Бізде жалғыз ғана жауап 0 шығады. Келесі 17-ші есеп, теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Бұны мына жерде жауаптарды орнына қойып, жабай жолмен шығарсуға да болады негізі, басқа да жолмен шығаруға болады. Келесі бірінші өрнекті қарайық. Логарифм 4 негізі x қосылған 4 негізі y 1-ге тең. Бұл жерде негіздері 1, сондықтан логарифм ортақ негізге келтірсек болады. X көбейтілген y тең
1 бізде логарифм 4 негізі 4. Логарифмдарды қысқартсақ, x пен y-тің көбейтіндісі бізде 4-ке тең екен. Келесі, екінші өрнекке қарайық. Осы жерден y-ті өрнектеп алайық. Y бізде 9 азайтылған 2x-ке тең. Енді y-ті өрнектегеннен кейін оны мына бір y-тің орнына қояйық. X көбейтілген 9 азайтылған 2x 4-ке тең. Ашықтан ашатын болсақ, 9x азайтылған 2x квадрат тең 4-ке. Осы барлығын теңдеудің оң жағына жіберетін болсақ, 2x квадрат азайтылған 9x қосылған 4 тең 0-ге. Ары қарай өздеріңізге ыңғайлы бетпен немесе дискриминантпен шарттасаңыздар болады. Дискриминантпен шарт көрейік. 81 азайтылған 4 көбейту 4 көбейту 2 тең болады бізде. 81 азайтылған 32 тең болады 49. Осының x1 мен 2-міз бізде минус 9 плюс минус 7 бөлінген 2 көбейтілген 2-міз бөлінген 4. 9-ы 7-ге қоссақ 16, 4-ке бөлсек 4. 9-дан 7-ні азайтсақ 2, 4-ке бөлсек 1 бөлінген 2. Сонда x-міз бізде 0,15 пен 4-ке тең екен. Осыны y-ті қалай табамыз? X 0,15-ке тең болған кезде, 2-ден 1-мізге тең болған кезде, y бізде 9 азайтылған 2x қой, 2 көбейтілген 0,15. 9 азайтылған 1, яғни 8-ге тең. X бізде 4-ке тең болған кезде, y 9 азайтылған 2 көбейтілген 4, мынауымыз 8 болады, 9-дан азайтсақ 1. Яғни біздің жауабымыз 0,15-те 8 және де 4-те 1 деген жауап шығады. Ол бізде А жауабы екен.